Сәлеметсіздер ме балалар? 75-ші сабақ Г дыбысымен әрпін өтеміз. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпа. Сабағымызды бастайық. Г әрпі бізде дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбысты біз қысқа ғана айтамыз. Қане бірге қайталайық. Г. Г. Және балалар, Г әрпінің баспа түрі мен жазба түріне назар аударайық. Жақсы ма? Есімізде жақсылап сақтап аламыз. Келесі, Г әрпін санағыштардан немесе қаламсаптарыңмен жасап көріңдер балалар. Келесі суретке назар аударайық. Оқушылар не істеп жүр балалар? Оқушылар гүлдерге су құйып жүр. Олай болса, бізге берілген мәтінді оқиық. Гүлдер. Сынып бөлмесінде гүлдер көп. Оқушылар бөлме гүлдерін кезектесіп күтеді. Бірі суғарады, екіншісі шаңын сүртеді, ал үшіншісі топырағын қопсытады. Гүлдер жайқалып өсіп тұрады. Сонымен оқушылар не істейді екен? Гүлдерді күтіп, баптап, қарайды екен балалар. Сонымен бізде бұл жерде Г әрпі кездесіп тұрған сөздер гүлдер екен. Жақсы балалар, олай болса, гүл сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Г әрпі дауыссыз, Ү дауысты және Л әрпі дауыссыз екен. Келесі балалар, қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп және тұтастай оқитын боламыз. Егін, егінші, гүл, гүлнұр, неге, өнеге. Міне балалар, Г әрпі сөздің ортасында және басында, соңында кездеседі екен балалар. Сонымен біздің соңғы тапсырмамыз сандардың ретіне сәйкес әріптерді жаз, қандай ән атауы шықты дейді. Сонымен біз сандарды орын-орнына қоятын болсақ, яғни кезегімен айтатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп өз ретімен жазамыз. Сонда бізде әйгөлек деген әннің аты шығады екен балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар.